Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 11 маусымға арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Күтпеген жерден ұтыс болуы мүмкін. Караокеде ән айту тоқтыға жақсы болады. Егер сіз өзіңіздің беделіңізді сақтағыңыз келсе, сізге жүктелген тапсырманы жауапкершілікпен қабылдаңыз. Жақсы ойлар келсе, біреумен бөлісіңіз. Егер сіз кенеттен керемет идея ұсынсаңыз, ұмытып қалмас үшін жазып алыңыз. Бүгінгі күні егіздер сағаттармен достасуы керек, әйтпесе уақыт жетпей қалуы мүмкін. Достардан кеңес сұрауға жүгірмеңіз, өзіңіз шешім қабылдап, сол үшін жауапкершілікті алуыңыз керек. Көпшіліктен ерекшеленуге тырыспаңыз. Егер қоршаған ортаны өзгертіңіз келсе, онда қазір мұны жасауға тамаша уақыт. Қолыңыздан бәрі келеді, тек өзіңізге сеніңіз. Арманыңыз көп ұзамай орындалады. Арыстандар бүгінде жағымсыз әзілмен байланысты ыңғайсыз сәтте қалуы мүмкін. Жұмыста бәрі сізді басқаруға тырысады, сіз мән бермеңіз. Бүгінде Бикештің харизмасы барынша жұмыс істейді, елеулі шығындар болуы мүмкін. Теледидар мен фильм көру сезімтал Бикештерге қайға келеді. Егер бүгін біреу сізді бірдеңемен ренжітсе, оған нақты жауап бермеңіз, бұл сізге жақсы болады. Кішкентай нәрселердің көңіл күйіңіздің бұзылуына жол бермеңіз. Ойланбай жасалған шешім қате әрекетке итермелейді. Бүгін қатал шешімдерден аулақ болыңыз, оларды тез қабылдамаңыз. Бүгін мерген өздері күткен ұсынысты ала алады. Ойланбаған әрекеттерді жасамаңыз. Өзіңіздің айнадағы күлімсіреген шағылысыңыз бүкіл жұмыс күні күш қуатын береді. Балалармен қарым-қатынас жасауға қолайлы күн, уақытты босқа өткізбеңіз, ертеңге қалдырыңыз. Бүгін сіздің ойыңыз демалыста. Ар-ұжданыңызды жуалмайтын нәрсені жасамаңыз, бүгін ақшаға араласпағаныңыз дұрыс. Сізді барлық мәселелерде сәттілік сүйемелдейді. Бүгінде балықтардың жақындарының өтініштеріне деген көзқарасы байыпты әңгімеге негіз бола алады. Маусымның 11-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».